Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен кандюбе тағамын жасайтын боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте дәмді тағам жасап көріңіздер. Ең алдымен керекті заттардың бәрін турап дайындап аламын. Етті осылай ұсақтап турап алдым. Сәбіз, пияз, картопты барлығын осылай турап алдым. Картоп пен сәбізді кішкене қалыңдау қылып турадым. Және қамырдың ортасына салатын салмасына кішкене ет пен пияз алып, оларды турап алдым. Ол екеуін кейінірек көрсетемін. Ортасына салатын салмасын алдымен мен енді үлкен сковородқа алып, оған кішкене ғана май құйдым, сұйық май. Себебі менің етім өте майлы, сұйық майды аздап қана құйдым. Енді сковородкада етімді жақсылап қызарғанша қуырамын. Арасында осылай қозғап, араластырып отырып, қуырып аламын. Міне етім қызарып қуырылды. Енді осының үстіне пиязымды салып, пиязды да жақсылап қуырамын. Енді мен осындай жазда қолдан томат пастасын жапқан болатынмын. Менің осы каналымда видеосы бар, қарап көріңіздер. Жазда қызанақтан осындай томат пастасын жасап көріңіздер. Міне холодильникте сақтадым, ешқандай көгерген жоқ. Осындай сол қалпында әдемі болып тұр. Осы томат пастасын енді қосамын. Үш шай қасық қостым. Бір ас қасық қоссаңыздар болады. Кішкене осы пастамды, томат пастамды кішкене қуырып аламын. Үстіне су құямын. Су қайнады. Картоп пен сәбізімді жарты сағат етім қайнағаннан кейін салатын боламын. Енді қамырдың ортасына салатын салмамды ет пен осы пиязға тұз саламын. Қара бұрыш, қызыл бұрыш салып, араластырып қойып қоямын. Салмам дайын. Енді бір жұмыртқа алып, кішкене тұз себемін, су құйып, кішкене бір зуала қамыр илеп аламын. Жақсылап қамырымды илеп, мен мына жерде илегенім көрінбей қалды видеода. Қамырымды июі қанғаннан кейін осылай жайып алдым. Қамырымның ортасынан екіге бөліп, мінекей. Қамырдың үстіне осындай сұйық майды жағып, жақсылап жағып аламын.
Алдын ала дайындап қойған салмамды осы қамырдың үстіне салып, барлық жеріне жайып аламын. Осы видеода көріп отқандарыңыздай, қамырды енді осылай бүктеп ораймын. Барлық жеріне тегіс салмамды жайып алдым. Егерден пиязды ұнатпасаңыздар, тек қана фарштан кішкене ғана фарш салып жіберсеңіздер болады. Міне осылай орап алдым қамырымды. Енді пышақтың көмегімен жайған қамырымды осылай қиғаштап кесемін. Міне етім жарты сағат қайнады. Осының үстіне дөңгелектеп туралған сәбізімді, картобымды саламын. Картоптың бәрін салып алдым. Кішкене су құйдым, суы аз болғаннан кейін енді осының үстіне қамырымды саламын. Қамырдың бәрін осылай бетіне салып шығамын. Суы аз болса, кішкене тағы да су құямын. Міне осылай кішкене су құйдым. Дәмін бәрін көріп шығамыз. Кем болса тұз саласыздар. Менде барлығы жақсы. Міне суым қайнап шықты. Етін бетін жауып, жарты сағат қайнатамын. Картобым бәрі піскенше. Міне менің тағамым дайын болды, пісті. Енді осыны әдемілеп сәндеп ыдысымызға салып аламыз. Міне осындай өте дәмді кандюбе тағамым дайын болды. Егер менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, комментарий жазып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Тағамымыз өте дәмді болып шықты. Етіміз жұп-жұмсақ, қамырым езілген жоқ, әдемі болып түсті. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Алда тағы да жақсы рецептер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.